Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, шоколадты мраморный печенье дайындап үйренеміз. Бізге қажетті бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды қосып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды және какаомызды қосып, жақсылап массаны біріктіреміз. Електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қосқыш салып, құрғақ затымызды араластырып, жаңағы массамыздың үстіне ұнымызды аздап салып отырамыз. Барлық массаны жақсылап араластырып, қолға жабысатындай масса шығуы қажет. Дайын болған массамыздың бетін жауып, морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Бізге жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. Енді печеньемізді жасауға кірісеміз. Мен 30 граммнан бөліп алдым. Домалақтап, сахарный пудраға аунатып, листімізге орналастырамыз. Қызып тұрған пешімізде 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын, өте дәмді. Жасап көріңіздер, ас болсын.